Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Және бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. UFC 294-тен кейінгі болған жағдай, Жәнібек Әлімханұлының келесі қарсыласы, Шавкат Рахмоновтың болашағы, Джон Джонстың жарақаты, бокстан тағы да бір әлем чемпионымыз және де қазақ жауынгерлерінің болашағы. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайлы бүгінгі видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-де тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен UFC 294 турнирі жайлы сөз қозғайық. Өздеріңіз білетіндей, Азамат ММА командасы осы UFC 294-ті қарау үшін Абу-Дабиге барған болатынбыз. Және де сол жерден жақын уақытта міндетті түрде видео шығаратын боламыз. Өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп кетіңіздер. Осы UFC 294 турнирінің басты жекпе-жектері жайлы біз арнайы видео шығарған болатынбыз. Сол жерде толығымен талдап техникалық шолу жасаған болатынбыз. Және де біздің айтқанымыз дәл шықты. Менің ойымша, бұл жекпе-жекте Ислам Махачев жеңіске жетеді. Тіпті Алекс Волконовскийді уақытынан бұрын сабмишнге алып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жекпе-жекте Хамзат Чимаев нокаутпен немесе де сабмишнмен жеңіске жетеді. Камару Усман жеңіліс тапты, ал Алекс Волконовский мансабында алғаш рет нокаутпен жеңіліс тапты. Осы турнирден кейін Хамзат Чимаев орта салмақтың рейтингіне қосылып 9-шы орынға орналасты. Ал жартылай орта салмақтың рейтингінде батырымыз Шавкат Рахмонов 5-ші орынға көтерілген еді. UFC президенті Дана Уайттың айтуы бойынша Хамзат Чимаев орта салмақтың чемпионы Шон Стриклендпен жекпе-жек өткізеді. Ал мейн-ивентте Ислам Махачев Алекс Волконовскийден нокаутпен жеңіп паунд-фор-паунд рейтингінде 2-ші орынға орналасты. Ал ESPN-ның рейтингінде 1-ші орында орналасқан болатын. Ендігі кезде Ислам Махачев жартылай орта салмаққа ауысуға дайын. Бірақ кезіндегі қатарынан 2 салмақ чемпионы Даниэль Кормье Ислам Махачевтің Конор Макгрегорге қарсы жекпе-жек өткізгені дұрыс деген болатын. Оның айтуы бойынша дәл қазір Ислам Махачев ең үздік жауынгер, және де үздік жауынгер мен үздік шоумен арасындағы жекпе-жек міндетті түрде болуы керек деген ойда айтып отыр. Алайда жеңіл салмақта Джастин Гейджи мен Чарльз Оливейра чемпиондыққа басты үміткер. Бірақ бұған қарамастан Ислам Махачев Леон Эдвардс пен Колби Ковингтон арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездескісі келеді. Қалай ойлайсыздар, егерде Ислам Махачев жартылай орта салмақтың чемпионы болса, Шавкат Рахмоновпен жекпе-жек өткізеді ме? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Шавкат туралы айтып бастаған екенбіз, ары қарай жалғастыра берейік. Дәл қазір Шавкат Стивен Томпсонға қарсы жекпе-жекке дайындалу барысында Америкаға ұшып кеткен еді. Барлығымызға жақын болып кеткен Kill Cliff залына барып, қандасымыз Саид Сапаров пен Генри Худ бапкерлердің қоластында жекпе-жегіне оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Айтып кететін жайт, Шавкат Рахмонов 16 желтоқсан Лас-Вегас қаласында өтетін UFC 296 турнирінде Стивен Томпсонға қарсы жекпе-жек өткізеді. Көптеген аналитиктер мен эксперттердің және де Шавкат пен Стивен Томпсонның айтуы бойынша осы жекпе-жектің жеңімпазы міндетті түрде чемпиондық белбеу үшін таласуы керек. Бокстан орта салмақтың WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлімханұлы өзінің Twitter желісінде парақшасында үндеу жасады. Мен орта салмақтың патшасымын. Ешкім патшаға қарсы тұра алмайды. Бұл бәріне түсінікті. Бокста әлі де корольдар бар ма? Келіңдер, шайқасайық. Тәжі бар бір боксшы бар деп естідім. Қазақ стилі, мексикалық стильге қарсы. Кеттік, бұны жасайық. Жәнібек Канело деген еді. Менің ойымша болашақта өтуі мүмкіндігі тым жоғары жекпе-жектің бірі. Кезінде Канело нағыз жұлдыз болу үшін сол кездегі бокстың патшасы Флойд Мейуезермен жекпе-жек өткізген. Сосын орта салмақтағы атаңызға айналған азулы нокаутшы Головкинмен өткізген 3 жекпе-жегі Канелоның жұлдыз болуына үлкен рөл ойнады. Сондықтан Жәнібектің жұлдыз болуы үшін тым асыра сілтеп трэш-ток қолдануы өте дұрыс. Дәл қазір Жәнібек The Ring нұсқасы бойынша 1-ші орында орналасқан. Бұйырса Жәнібектің келесі жекпе-жегінде The Ring чемпиондық белбеуі сарапқа салынады. Қазақ елінің туын желбіретіп жүрген батырымызды әрдайым қолдап, болашақ жекпе-жектерден сәттілік тілейміз. Бокстан алысқа кетпейік. The Ring нұсқасы бойынша орта салмақтың рейтингінде 6-ші орында орналасқан Мейірім Нұрсұлтанов кәсіби мансабындағы маңызды жекпе-жектердің біріне дайындығын жалғастыруда. Себебі Мейірім 17 қараша күні Ташкент қаласында неміс Винсент Файгенбутспен жұдырықтасады. Жеңіске жеткен боксшы орта салмақта WBC белбеуіне басты үміткер атанады. Көршілес Өзбекстан жерінде өтетін жекпе-жекке барып қолдау білдіретін жанкүйерлердің назарына бокс кеші Хума Арена спорт кешенінде өтеді. Ал тікелей эфирді біздің Азамат ТВ телеграм арнамызда қарасаңыздар болады.
2 аптадан соң кезекті UFC 295 турнирі өтеді. Осы турнирді басқаратын Джон Джонс біраз күн бұрын оқу-жаттығу жиынында ауыр жарақат алған болатын. Дәрігерлердің айтуы бойынша, Джонстың қайта оралуына 6 айдан көп уақыт керек. Солай Джон Джонс пен Степен Миочич арасындағы жекпе-жек болмайды. Ко-мейн ивенттегі жартылай ауыр салмақтың чемпиондық жекпе-жегіндегі Иржи Прохаски мен Алекс Перейра осы турнирді басқаратын болады. Ал турнирдің сапасы түспеу үшін жедел түрде Сергей Павлович пен Томас Пинал арасындағы жекпе-жек қосылды. Осы екі жауынгер арасында UFC-дің ауыр салмақтағы уақытша чемпиондық белбеуі ойнатылатын болады. Менің ойымша, Иржи Прохаски Алекс Перейраны жеңіп, қайтадан чемпион атанады. Ал Сергей Павлович Томас Пиналды нокаутқа түсіріп, уақытша чемпиондыққа қол жеткізеді. Ал сіз қалай ойлайсыздар? Кім жеңіске жетеді? Комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Дәл қазір біраз қазақ жауынгерлері жекпе-жексіз отыр. Асу Алмабаев қолының жарақатынан қайта оралуда. Әліби Идристің болашағы әлі күнге дейін белгісіз. Диар Нұрғожай біраз жыл бойы жекпе-жек өткізбей Панкратионнан чемпионатқа қатысып жүр. Азат Мақсұм, Бекзат Алмахан және Триумф командасы Таиландта оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Алайда басты жауынгерлердің келесі жекпе-жектері әлі күнге дейін белгісіз. Сора Рахмонова Асу секілді жарақаттан қайта оралуда. Шавкаттың айтуы бойынша, Сора бірден UFC-ге қосылып кетеді. Сергей Морозов толығымен дінге беріліп, мансабын аяқтады деген сыбыстар жүріп жатыр. Тек Жалғас Жұмағұлов қана жекпе-жек өткізуге дайын. Бірақ оның жекпе-жегі Найза промоушенде өтеді. Ал бұл лигада әрдайым кем дегенде бір жауынгер жекпе-жекке шықпай қалады. Соған орай жылдың соңына дейін тек Шавкат Рахмонов қана жекпе-жек өткізуі мүмкін. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің Телеграм мен менің жеке Инстаграм парақшама қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.